шуақтары жер жаһанды ақырын жылыта бастауда. Айнала болса тым тырас. Ең бірінші табиғат қалын ұйқысынан оянып, адамды өз үнімен тұрғызады. Күн шықпай, жас ана шырылдап жатқан сәбиін кеудесіне басып, әлдилейді, жұбайын жолға шығарып салады. Аялдамалар жұмысқа асқан адамдарға, ал көшелер көліктерге толады. Осылайша қала өз тіршілігін бастап кетті. Жаңа күн — бұл жаңа мүмкіндіктер. Бір күннің ішінде адам сан мың түрлі таңдаулармен кездеседі. Әр қайсысы маңызды, жауапты ғой сірә. Байқамастай тез өтетін өмір бойында сен бақытты сәттеріңді сезініп, әр күніңнен ләззат алып үлгеруге тырыс. Бұл сәттер күндегі қайталанбас ұсақ түйектен, жақындарыңмен бірге түскі ас ішуден, ата-анаңмен бірге базарлаудан, достарыңмен жанды әңгіме соғудан, өмірлік серігіңді тыңдап, қолдаудан басталады. Ал енді дәл қазіргі сәтке мұқият қарашы. Басыңда нендей ой пікірлер бар? Қайсысы шынайы, қайсысы уақытша? Жүрегің қайда ұмытылып жатыр? Сен бақыттысың ба? Қайда болсаң да осыны ұмытпа. Адал еңбек пен шыдамдылық сені түпкі мақсатыңа жеткізіп, жаңа жетістіктерге қанаттандырады. Әрдайым бүгін кешегі күннен ілгері болуға талпын. Сені бақытты, бақытсыз да қылатын өзіңсің. Өз болашағың үшін жауапкершілікті мойныңа алудың уақыты келді. Ертеңгі биік белестер, бүгінгі кіші әрекеттердің нәтижесі. Сол үшін талпынудан шаршама. Бұл күнде зымырап өз мәресіне жетті. Арасында көңілді де қиын қыстау сәттерде болды. Бірақ мен еш өкінбеймін. Бүгінгі күніме бала жүрегіммен ризамын. Кеш түскенде демалып, жанұяңмен серуендеуге шығып, тынығуға не жетсін шіркін. Бір күнімнің ішіне бүкіл өмірім сыйып кеткендей ме? Қалай өзі? Осы сәтте асықпай, бір ауыздық қорытынды жасайтын уақыт келген сияқты. Мен бақыттымын.